Сәлем досым, сенде мен сияқты кітап оқығың келеді ғой, я? Онда мен саған бір кітапты ұсынғым келеді. Қандай кітап дейсің бе? Бұл Толымбек Әбдірайымның «Алабұға аулаған күн» атты кітабы. Алдымен автормен таныса кетейік. Толымбек Әбдірайым 1955 жылы 12 қыркүйекте Абай облысы Аягөз қаласында дүниеге келген. Алғашқы шығармалары мен очерктері 1970 жылдан бастап газет-журналдарда шыға бастаған. Толымбек Әбдірайым балалар мен жасөспірімдерге арналған республикалық ұлан, «Дружные ребята» газеттерінің «Балдырған», «Ақ желкен», «Балабек» журналдарының тұрақты авторы. Аталмыш басылымдарда бүгінге дейін 100-ден астам әңгіме, ертегілер мен мысалдар жарық көрген. Жазушының «Менде қыз», «Ағыл-тегіл», «Алабұға», «Аю-құлақ» атты шығармалары бар. Жазушының жазған шығармаларынан менің оқығаным 2012 жылы жазылған «Алабұға аулаған күн» атты шығармасы. Алдымен кейіпкерлермен таныса кетейік. Кейіпкерлер Самат, Нұржан, Ақалақ секілді балалар. Ал енді шығарманың басты мәніне көшейік. Bir топ балалар Аягөз өзенінде шомылып жатыр. Бірде сүңгісе, бірде суға түсіп ойнап, мәз-мейрам болып жүр. Бір кезде Самат деген бала келіп, оларға тиісе бастайды. Сендер мына күндіктен аспайтын суда түсіп, қалай мақтанып жүрсіңдер дейді. Балалар оған мән бермеуді жөн көреді. Сөйтіп ас алыңдар деп бір-бірін шақыра бастайды. Ас үстінде Нұржан өзінің қызықты әңгімесін бастайды. Нұржан әңгіме айтқанда өзі майын тамызып жақсы айтатын бала еді. Оның қызықты әңгімесінен кейін балалардың балық аулағысы келді. Бірақ оларда қармақ болмады. Балалар бір жолын тауып балық аулады. Тіпті ішінде алабұға балығы да болды. Достым, мен саған шығарманы әдейі толық айтпадым. Нұржанның қызықты әңгімесін, балықты қалай аулағанын білгің келсе, онда шығарманы толық оқысаң болады. Сау бол, достым.